Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен менің сторисімде өте көп лайк, комментарий жинаған фисташка малина тортының рецебімен бөлісемін. Өте дәмді торт, жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын рецептпен бөлісудемін. Біз біріншіден 4 жұмыртқаның белогын жылтогынан бөліп аламыз, яғни ақуызды сарыуыздан 2 ыдысқа бөлеміз. Барынша ыдыстарыңыз құрғақ болу керек, белок барынша пышный болып көтерілу үшін. Осылай белокты жылтоктан бөліп аламыз. Белокқа шым-шым тұз қосып миксерлейміз. Жұмыртқаның белогы ағарған кезде шекер қосамыз 60 грамм. Жақсылап миксерді барынша қатты скоростына қоямыз дағына. Стойки пена болғанша миксерлейміз. Яғни 5-10 минут аралығында миксеріңіздің жылдамдығына байланысты. Міне бізде белогымызды миксерленіп бітті. Оны қалай тексереміз? Яғни ыдысымызды төңкеріп көреміз. Белогымыз стойки болып тұру керек. Келесі кезекте біз жылтоқты аламыз. Қалған 60 грамм шекерді салып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Сексен грамм фисташка ұнын қосып миксерлейміз. Және де 70 грамм ұнды, 10 грамм разрыхительді қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай қою масса дайын болады. Қою массаны белокқа 2-3 бөлікке салып араластырамыз. Барынша белогымыз басылып қалмағанын қадағалауымыз керек. Менде мына жерде белокты тағы бір миксерлеп алу керек еді. Мен енді салып қойдым. Ештеңе етпейді. Барынша аккуратно осылай араластырамыз. Қалған қою массамызды салып араластырамыз толығымен. Барынша бір қалыпты араластырыңыздар. Краситель қоссаңыздар болады, бирюзовый цвет. Қоспасаңыздар да болады. Енді фисташковый болғандықтан әдемі түс болу үшін мен қосамын. Және де кейбір кісілер фисташка ұнның орнына фисташковый паста қосады. Ол да өз қалауларыңыз. Маған фисташковый мукамен ұнайды. Осындай 2 ыдысқа теңдей бөліп 170 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Осылай бір келке етіп саласыздар 2 ыдысқа. Сіздер енді пештеріңіздің температурасына қараңыздар.
30-40 минут арасында піседі. Піскенін әрине зубочистка шит салып батырып тексеруге болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бізде бисквиттер дайын. Осындай болып пісіп шықты. Жарты сағат суытуға қойдық. Мінекей көріп тұрғандарыңыздар бисквиттеріміз бір қалыпты болды. Осылайынан мен 2 бөлікке бөлемін, яғни 2 бисквитте бөліп 4 корж шығарамын. Келесі кезекте тортты біріктіру. Менде крем-чиз. Крем-чизда мен 200 грамм творожный сыр, 250 грамм сливки және де 150 грамм сахарный пудра пайдаландым. Осылайынан жақсылап біріктіреміз тортымызды. Менде мұздатылған малина пайдаланамын. Өте дәмді, керемет дәм береді. Енді қоспасаңыздар да болады. Әр слойды осылайынан крем жағып, малинамызды салып, тортымызды толығымен біріктіреміз. Мінекей біз тортымызды біріктіріп шықтық. Кемі 4-5 сағат, мүмкіндік болса түнге холодильникке қалдырған дұрыс. Сыртын әркім өзінің таңдауы бойынша крем-чизбен тағы да басқалармен қаптасаңыздар болады. Мен швейцарский меренгамен шоколадпен біріктіріп қаптадым. Гарри Поттердің стилінде баламның туған күніне орай. Ол рецептпен арнайы тағы бір видео жасап бөлсемін, өйткені ол рецептің өзі 10-12 минут алуы мүмкін. Мінекей сонымен біздің тортымыз дайын. Оформлениясына торттың баға бере кетіңіздер. Рецепт қажет болса, комментарий қалдырыңыздар, жасап көріңіздер, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жасап көріп, страницаларыңызда мені белгілесеңіздер, өте қуанышты боламын. Рахмет.